түсінбедім. Қайда кетіп баратсың? Қой Шарман, сен нағыз абьюзерсің, мен сен сияқты тиран еркекпен өмір сүргім келмейді. Керек емес маған сен сияқты еркек. Өткен 2025 жылы 115 мың неке тіркеліп, соның 45 мыңы ажырасып кеткен екен. Бұндай ақпарат қазір өте көп адам таңғалмайтын да болды. Бірақ менің айтпағым бұл емес. Менің айтпағым ажыраспай, бір-біріне әрең шыдап, балалар үшін деп бір шатырдың астында бір-біріне суық болып қаншама ерлі-зайыптылар ғұмыр кешіп жатыр. Отбасының жауапкершілігі кімде? Ер азамат әйелді кінәлауы мүмкін, әйел ерді кінәлауы мүмкін, бірақ отбасын құрған бірінші қадам жасаған ер адам ғой. Ендеше отбасының берекесін келтіруге бірінші қадамды да ер адам жасау керек. Суып қалған сезімдерді қайтадан оятуға болады, әңгімелесіп бүкіл мәселені шешуге болады. Ендеше ажырасу деген нәрсені мүлде ойға алуға болмайды. Ал ажыраспай, бір-бірімізге шыдап жүре бермей, отбасының берекесін келтіруді қолға алу керек. Оны ер азамат бірінші бастау керек.